Сәлем балалар, мен табиғатпын. Бүгін біз Каспий теңізінің экологиясындағы маңызды мәселелер туралы сөйлесетін боламыз. Каспий теңізі біз үшін өте маңызды, бірақ оның болашағы дағдарыс алдында тұр. Теңіздегі көптеген тіршілік иелері мен табиғаттың өзі қатерге ұшырауда. Ары қарай кімдер туралы сөз қозғайтынымызды көрейік. Сәлем балалар, мен итбалықпын. Каспий теңізінің байлығына жататын тіршілік иесімін. Біздің тұратын ортамыз соңғы жылдары өзгеріп, біз өте қиын жағдайға тап болдық. Неге итбалық? Себебі теңізімізге пластик пен қоқыстар көптеп тасталады. Бұл біздің өмірімізді қиындатып, тіршілігімізге қауіп төндіреді. Сәлем, достар. Мен Аққумын. Мен Каспий теңізінің жағалауына жиі келемін. Бірақ соңғы уақытта менің достарым да азайып барады. Себебі теңізімізге пластик пен қоқыстар көптеп тасталады. Бұл біздің өмірімізді қиындатып, тіршілігімізге қауіп төндіреді. Неге Аққу? Не болып қалды? Итбалықтар мен менің достарым, аққулар, табиғаттың ластануы салдарынан азайып жатыр. Каспийдің экологиялық жағдайы жыл сайын нашарлап келеді. Экологияны сақтамау тек біз үшін ғана емес, барлық жануарлар үшін қауіп төндіреді. Енді біз не істей аламыз? Ха-ха-ха, мен қоқыспын. Барлық жерде мен бар. Каспий теңізіне ғана емес, әлемнің барлық жерлеріне зиян келтіремін. Мұнай қалдықтары, пластик, шыны бөтелкелер, темір ыдыстар мені кез келген жерден кездестіруге болады. Менің кесірімнен көптеген жануарлар зардап шегуде. Менің жұмысым табиғатты ластау. Адамдар өздері күнәлі. Ештеңе ойламай мені лақтыра береді. Бірақ күнәні менен іздейді. Қызық сол, екі аяқтылар. Болашақтарын ойламай. Біз болай боларын білмедік қой. Сендерді енді қайда тастаймыз? Мен сендерге өмір сыйлаймын. Сендер менің бір бөлшегімсіңдер. Әр күнде мен сендерге тыныс ала алатын ауаны, өсімдіктер мен жануарларды, су мен күн сәулесін ұсынамын. Мен сендерге тамақ үшін астық, жемістер, көкөністер, ағаштар, шөптер беремін. Менің орманым мен далам, өзендерім мен теңіздерім сендердің тынығу орындарың бола алады. Бірақ сендердің айтқан алғыстарың осы ма? Ха-ха-ха, күлкімді келтірмеші. Көрдіңіз ғой, менің еш күнәм жоқ. Мен де табиғаттың бір бөлшегімін. Егер мен дұрыс басқара алмасам, көп нәрсеге айналуым мүмкінмін. Қалдықтар лас нәрселерге айналып, адамзатқа зиян тигізуім мүмкін. Бірақ мен тек дұрыс өңделсем, қайта өңделсем, өзіме тән қасиеттерімді сақтай отырып, жаңа нәрселерге айнала аламын. Қоқыс, сен біздің экосистемамызды бұздың. Каспий теңізінің 80% ластанған, ал балықтардың саны 90%-ға жуығы азайды. Табиғат, адамдардың өмірі менің арқамда жеңілді. Бірақ менің де салдарым бар ғой, оны ешкім ойламайды. Ей, менің
достарым, итбалықтар, қазір өте аз. Біз 2010 жылы 100 мың болсақ, 2023 жылы тек 30 мың қалдық. Ал аққулардың санын айтайын ба? Олар да азайып барады. 2010 жылы 50 мың болсақ, 2023 жылы 20 мыңға дейін төмендеді. Мен адамдардың өмірінде бармын. Мені жою қиын. Олар мені тастап, мені жинамайды. Бірақ мені әр жерге тастаса, жаман жағдайға тап болады. Тұрақты әрі зиянды қалдықтарым топырақты, суды, ауаны ластайды. Міне, менің күнәм мені дұрыс қолданбауда. Менің барлық өмірім қайта өңдеуде, жаңа өмірге айналуға арналған. Біз бірге әрекет етуіміз керек. Адамдар, сіздер не істей аласыздар? Таптым. Біз қоқыс жинау акциясын ұйымдастыра аламыз. Адамдарды шақырып, жағалауды тазалаймыз. Я. Біз Каспий теңізінің сударын тазалауға, қоқысты жинауға, тарихи тіршілік орындарын қорғауға тиістіміз. Балықтар мен жануарлардың көбеюіне мүмкіндік беру үшін оларды қауіпсіз жағдайлармен қамтамасыз етуіміз қажет. Бұл үшін халыққа білім беріп, экологиялық акциялар өткізіп, қажет және қайта өңдеуге жұмыстар жүргізу қажет. Бұл өте жақсы идея. Егер адамдар табиғатты қорғайтын болса, мен және менің достарым қайтадан ұрпақ өсіріп, теңізде өмір сүре аламыз. Мен және адамдарға табиғаттың сұлулығын көрсету үшін ән айтамын. Мен де солай ойлаймын. Егер адамдар табиғатқа қамқорлық жасаса, біз бақытты өмір сүре аламыз. Бұл жерде итбалықтар мен аққулар, балықтар және барлық жануарлар өз орнын табады. Мен адамдардың судағы өмірді қорғау туралы айтып беремін. Балықтарды, итбалықтарды қорғау үшін. Мен де өзгергім келеді. Мен адамдарға экологияны қорғауға көмектескім келеді. Менің рөлім осымен аяқталды. Мен қайтадан пайдалы боламын. Қалдықтарды жинап, қайта өңдеуге арқылы табиғатқа зиян келтірмеймін. Көрдіңіздер ме, балалар? Егер біз бірге жұмыс істесек, табиғатымызды қайта қалпына келтіре аламыз. Менің достарым қайта оралуда. Достарым, Каспий теңізіне қош келдіңдер. Біз бірге боламыз. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Сендердің өсіп өнулері менімен тікелей байланысты. Табиғат дұрыс айтады. Сіздер де табиғатты қорғауға көмектесіңіздер. Алақай, табиғат біздің үйіміз. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз.